Ал бүгін сіздермен французский багет, сәукеле наны және өзбекский лепешка дайындаймыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға жылы суымызды, қантымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды, сұйық майымызды, аштығымызды салып араластырамыз. Және ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап бір келгі қамыр илейміз. Иінін қандырамыз қамырдың. Иінін қанған қамырдан кез келген нәрсе барлығы әдемі шығады. Осылай көтерілуге жібереміз. Осылай 200 граммнан немесе 400 граммнан табаларыңызға қарай немесе 150 граммнан осылай бөліп аласыздар. Мен 200 граммнан бөліп алдым. Осылай орып багет нанын жасаймыз. Енді үстінен өткір пышақпен немесе бір алмасты арнап қойып, алмаспен кессеңіздер де болады. Сосын табамызға қойып 30-35 минут бетін майлықпен жауып қоямыз. Енді лепешка дайындаймыз. Лепешканы осылай 200 граммнан аламыз да қамырымызды дөңгелетіп, үстінен осылай басамыз. Бетін майлықпен жауып қоямыз, 35 минутқа қалдырамыз көтерілгенше. Енді сәукеле нанын әзірлейміз. Ол үшін қамырымызды осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Қатты жұқа да қылмаймыз, қатты қалың да қылмаймыз. Және осылай крем сығатын насадка болады ғой, сонымен немесе пышақпен кессеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне осындай мен фольга қағазына картон қағазын орадым, осылай сәукеле пішінін де жасап алып. Барлық жерін бекітіп шығамыз, ашылып кетпес үшін. Енді осылай 3 қамырымызды алып дөңгелектетіп, өріп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын, күнжіт, мак сеуіп, әсемдейміз. Бұны көтерілгенге қалдырмайсыздар, бірден табаға салып, қызып тұрған пешке пісіріп ала бересіздер. Бұны көтерілудің қажеті жоқ. Қатты үлкен болып кетеді. Беті қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз.